Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум, құрметті ағайын. Қажылық маусымы жақындады. Алла тағала осы қажылықты бізге міндеттеген. Құранда Алла тағала былай дейді: Астағиду билла, «Валиллахи аланнаси хиджул байти ман истатаа илайхи сабила». Садақаллахул азим. Бір Алланың разылығы үшін адамдарға міндет болып табылады Байтулланы зиярат жасау. Яғни Қағбаға барып, сапар шегіп, тауап жасау, құлшылық ибадаттарды орындау, қажылық амалдарын өтеу мұсылман адамға міндет болып табылады. Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде айтқандай: «Бунял исламу аля хамсин. Шахадати ан ла илаха иллаллах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух, ва иқамис салати, ва итаиз зака, ва хаджил байти, ва сауми рамадан». Хадисте пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: ислам діні 5 негізге негізделген. Біріншісі, Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне, және Мұхаммедтің оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік келтіру. Сонымен қатар намаз оқу, зекет беру, қажылыққа бару және Рамазан оразасын ұстау дейді. Ислам дінінде осы 5 негіздің бірі болып табылатын қажылық амалы қаражаттай және дене амалы арқылы өтелетін құлшылықтардың бірі болып есептеледі. Осы қажылық амалы күллі ислам әлемінің мұсылмандарының бас қосуына себеп болатын бір үлкен жиын. Мәселен, күніге 5 уақыт намазда бір елді мекеннің тұрғындары бас қосатын болса, аптасына бір рет бас қосу мүмкіндігі жұма намазына тиесілі. Жылына 2 рет үлкен бас қосуымыз бар, ол ораза айт намазына және де құрбан айт намазына. Ал қажылық болса, адамның өмірінде жағдай жететін кісіге, бақуатты кісіге міндет етілетін амал. Бұл күллі ислам әлемінің мұсылмандарының бір ауыздан бас қосуын меңзейді. Енді құрметті жамағат, жалпы қажылықтың бізге сыйы қандай десе, пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде айтқан: кімде-кім қажылық жасайтын болса, немесе умра орындайтын болса, кіші қажылық, яғни сол амалдарды орындаған кезде ешқандай күнә жасамай, жаман сөз айтпай, күнә атаулыдан аулақ болып орындайтын болса, ол анасынан туғандай болып таптаза күйінде оралады деген екен. Бірде пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға Амр ибн Ас радиаллаху анху, ол кезде ол кісі әлі енді мұсылман, ислам дінін қабылдап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына келіп, байат жасаймын, қол беремін деп келген. Сонда пайғамбарға қолын ұсынып тұрып, пайғамбар алейхиссалату вассалам қолын берген кезде ол кісі, яғни әлгі сахаба, қолын тартып қалады. Менің бір шартым бар дейді. Ол қандай шарт десе: мен ислам дінін қабылдадым, сізге қол беремін, бірақ менің күнәларым кешірілсе екен дегенді алға тартады. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқан екен: өзі ислам діні өзінен алдыңғы күнәлардың барлығын кешіртеді деген екен. Сол сияқты хижрат, көшу, ол да өзінің алдындағы күнәлардың бәрін кешіртеді деген екен. Сонымен қатар қажылық, ол дағы бұрынғы күнәлардың кешірілуіне себепкер болады деген екен. Міне осы сөзден кейін сахаба Амр ибн Ас радиаллаху анху айтады: мен осы кезден бастап Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға деген құрметім одан сайын арта түсті дейді. Нәтижесінде мен ол кісіге жүзіне тіке қарамайтын болдым. Ол кісімен көзімді төмен түсіріп сөйлесетін болдым. Тіпті керек десеңіз, ол кісінің түр әлпеті менің есімде жоқ. Маған ол кісіні кескіндеп бер, бейнесін түсіндіріп бер десе, мен ол кісінің түрін айтып бере алмайтындай дәрежедемін дейді. Соншалықты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген құрметінің қандай болғандығын көрімізге болады. Тағы бір риуаятта Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзі, бұл хадис Ибн Хиббанның сахих хадистер жинағында қамтылған хадис. Міне осы хадисте пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің түсін жеткізеді сахабаларға. Ол жерде бірнеше мәселе қамтылады. Енді біздің тақырыбымызға қатысын меңзейтін болсақ, айтатын болсақ, жалпы пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деп айтады:
мен түсімде бір адамды көрдім, о дүниелік болған екен. Сол о дүниелік адам қараңғылықтың ішінде екен. Асты қараңғылық, үсті қараңғылық, оң жағы, сол жағы, арты, алды барлық жері қараңғылық екен. Міне сол қараңғылықтан ол адамды жасаған қажылығы және умрасы сол қараңғылықтардың ішінен суырып алғандығын көрдім деген екен. Олай болса, біздің о дүниемізге үлкен сауапты амал болып табылатын қажылық амалын жағдайымыз жетсе, мүмкіншілігіміз бар болатын болса, орындауымызға Алла тағала жазсын, нәсіп етсін. Уахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум.